Сәлем достар, парақшаны жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да қызықты видеолар салатын боламын. Рапунцель бір ерлі-зайыпты жасаған екен. Олар қатты балалары болғанын армандапты. Үйлерінің терезесінен үлкен бақша көрініп тұратын еді. Бақша түрлі гүлдерге, жемістерге толы еді. Бақша үлкен қабырға және қақпамен қоршалған, ешкім кіре алмайтын, себебі ол мыстан кемпірдің бақшасы болатын. Бір күні әйел терезеден қарап отырып, Рапунцель өсімдігіне көзі түсіп, оны қатты жегісі келеді және күйеуіне айтады. Күйеуі түрлі жемістерді алып келеді, бірақ әйелі Рапунцельден басқасын жемеймін деп тұрып алады. Әйелінің күннен күнге қалауы артып, ештеңе жемей жатып қалады. Күйеуі уайымдап, кеш батқанда Рапунцельді ұрламақ болады. Кеш батады. Күйеуі қабырғадан асып өтіп, бір Рапунцельді асығып үзіп алып, әйеліне әкеледі. Әйелі демде одан салат жасап жеп алады. Салат өте ұнап, тағы жегісі келеді. Кеш батқанда күйеуі тағы Рапунцель әкелуге ұрлыққа түседі. Ол секіріп түскенде алдынан мыстан кемпір келіп қалады. «Қалай ғана қолың барды, менің бақшамнан жеміс ұрлауға, өкінетін боласың», дейді. Күйеуі қорқып, «Кешіріңіз, әйелім жүкті еді, терезеден Рапунцельді көріп жегісі келді», дейді. «Менен рұқсат сұрауың керек еді. Мейлі, оны саған беруге рұқсат етемін, бірақ бір шартым бар. Әйелің босанған соң, ол баланы маған бересің», дейді мыстан кемпір. Қорқып сасып қалған күйеуі барлығына көнеді. Босанатын күн келеді. Қыз бала туылды. Ата-анасы өте қуанышты болды. Бір күні мыстан кемпір келіп, қызды алып кетпек болады. Мыстан кемпір оған Рапунцель деп ат қойып, оны өзімен алып кетіп, орманның ішіндегі мұнараға қамап қояды. Рапунцель оның анасы мыстан кемпір екен деп ойлайтын еді. Рапунцель шаштары ұзын болып өсті. Шаштары сиқырлы еді. Сол себептен мыстан кемпір оның шаштарын қимайтын еді. Мыстан кемпір әр келген сайын мұнара астында тұрып, Рапунцельді шақыратын еді. Рапунцель әдемі шаштарын терезеден тастап, мыстан кемпірді шығарып алар еді. Рапунцель үлкен болып, сыртқы өмірге қызыға бастайды. Орманнан сыртқа барғысы келеді. Мыстан кемпір ол жақта барлығы мейірсіз, жаман екеніне сендірмек болады. «Мен сенің игілігің үшін алып отырмын. Адамдар өте қатыгез, бір-бірін өлтіруден таймайды», дейді. Бірнеше жыл өтеді. Бір күні патшаның ұлы орман ішінен өтіп бара жатып, жағымды дауыс естіді. Дауыс шыққан жаққа қарай барады. Бұл Рапунцель еді. Ханзада мұнара ішіне кірмек болып есік іздейді, бірақ таппайды. Соң үйге қайтады. Ол әр күні келіп Рапунцельдің әнін тыңдап тұратын еді. Бірде тыңдап тұрып, мыстан кемпір келгенін көріп қалады. Әдеттегідей Рапунцельді шақырады. Ол шаштарын түсіреді. Ханзада бұны көріп таң қалады. Ертеңіне Ханзада келіп, Рапунцельге «Шаштарыңды түсір, анаң келді», дейді. Рапунцель шаштарын түсіреді. Ханзада көтеріліп мұнара ішіне кіреді. Рапунцель өмірінде адам баласын көрмеген соң басында қатты қорықты. «Мен Ханзадамын» деп, қалай бұл жерге келгенін барлығын айтады. Ханзада Рапунцельдің әдемілігіне тәнті болып, тұрмысқа шығуын сұрайды. Рапунцель ойланып қалады. Ол мені қалаға апарады деп, оған ризашылығын айтады. Ханзада ертең келіп, сені алып кетемін деп үйіне қайтады. Болып төменге түседі. Оны мыстан кемпір көріп қалып, қатты ашуланады. Ол ештеңе сезбегендей Рапунцельді шақырады. Жоғарға көтеріліп, Рапунцельді ұрып соға бастайды. Ашуланып, оның шаштарын қиып, оны шөл далаға жібереді. Ертеңіне Ханзада келіп, Рапунцельді шақырады. Мыстан кемпір Рапунцельдің шаштарын түсіреді. Ханзада жоғарыға көтеріліп, мыстан кемпірге көзі түседі. Ол қорқып кетеді. «Қолға түстің бе? Рапунцельді алып кетпек болдың ба? Ол енді жоқ», дейді де жоғарыдан итеріп жібереді. Ханзада жерге құлап түседі. Оның көздеріне шөптің тікендері кіріп, ол көрмей қалады.
ханзада жылқыға отырып басы ауған жаққа қарай жүре береді. Сөйтіп шөл далаға келіп қалады. Шөлде ол сол баяғы жағымды дауысты естіп қалады. Рапунцель ханзада көріп жылай бастайды. Оның көздерінің жасы ханзаданың көздеріне тиіп, көздері көре бастайды. Сөйтіп екеуі қалаға қайтып келеді. Ханзада сарайына барғанда тұрмыс құрады. Сөйтіп ол өз ата-анасын табып, екеуі бақытты өмір сүреді.